Ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі тақырып сіздерге айтатын көптеген хаттар келеді маған. Бала неге жылай береді? Түнде өзіне жылайды немесе күндіз мамасы білмейді не үшін жылап жатқанын. Соны қазір қалай анықтауға болады? Именно не үшін жылап жатқанын. Көбінесе қай жағдайда мазасызданып жылайды бала? Сол туралы бір түсіндіріп өтейін сіздерге. Ең алдымен жақсылап жайғасыңыз. Лайк басайық видеоға міндетті түрде. И каналға тіркеліп алыңыз. Төменде подписаться деген кнопка тұр, үстін басып, колокольчикті басып қойыңыз да. Себебі осындай пайдалы ақпараттармен сіздерге YouTube каналыма бөлісіп отырамын. Лайк бастыңыз ба? Тіркелдіңіз ба? Ендеше бастаймыз. Жалпы бала не үшін мазасызданып жылайды? Көбінесе 3 айға дейін балада колика болады, ішінде жел қажыту, ішіне жел толып қалады. Қай жағдайда жел толады ішіне? Баланы емізеді ғой, емізген кезде толық омырауды толық алмайды. Кейбіреулер толық бермейді да, тек ұшын ғана береді. Телефон шығып отырады кейбір мамашылар. Бір қолында емізіп жатады. Ана толық алып тұрған жоқ аузына, емшектің ұшын. Содан да дұрыс ауа кіреді, содан да ауа кіріп кетеді. Және де кіндік жарғының грижасы, пупочный грижа бар ғой, содан да ішіне жел қарысады. Жел қарысқаннан кейін іш тырысады. Және де гипертонустың іш гипертонусы деген бар. Іштің де тонусы тартылып тұрады. Мына іштің тонусы тартылып тұрғаннан кейін одан да бала мазасызданып жылайды. Екіншіден, баланың аузына стоматит, аппақ бірдеңелер шығып кетеді, короче, аузын ашып қарасаңыздар. Содан да бала улып кетеді, аузы бар ғой. Содан да мазасызданып жылайды бала. Үшіншіден, баланың аллергия, диатез шығып кетеді. Бетіне диатез шығады, бастарына диатез шығып кетеді, шашы қалың болып тұрады, қайызғақ толып бар ғой. Шашын алып тастау керек 1 жасқа дейін баланың. Шаш не керек бұларға? Өседі ол шаш. Мына шаштан да терлеп, қышып, жылайды содан да. Точка аллергия шығып кетеді, кейбіреулер мән бермейді. Сосын мына мойындары қиылып кетеді. Қызарып кетеді, мойны қиылып кетеді, қолтық асты қиылып кетеді, екі шаты қиылып кетеді, қызарып кетеді, памперстен көбінесе қиылып кетеді. Бала осыдан да мазасызданып жылайды. Бір памперспен жүре береді, толғанша бар ғой. Мән бермейді кейбіреулер. Соған да мән беріп қарау керек. Осы жағдайда да бала мазасызданып жылайды. Және де жаңа айтқанымдай гипертонустың салдарынан мына жауырындар жабысып қалады. Яғни балада қараңыз. Мұқият қараймыз. Лайк бастыңыз айтпақшы. Мен айтпасам ұмытып кетесіз, қараңыз, мына жауырын жабысып қалады. Яғни медицинада жауырын жабысу деген жоқ. Не только жауырын, мына қолтық асты, иықтары полный жабысып қалады. Қараңыз. Міне. Жата берші. Міне. Мына иықтар жабысады, қолтықтар жабысып қалады. Бала не үшін жылайды бұл кезде? Тонусы қатты болып тұр да, бұлшығы жеріліп тұр. Бала өзін бос ұстай алмайды. Анау жібермейді бос ұстайын десе, спокойно ұстайын десе, бұлшығы тартылып тұр да тонусының салдарынан. Уже ана баланы мысалы бесікке жатқызады ғой. Мына қолдар тартылып тұр. Мысалы да тонусының салдарынан. Қолдан жұмыс болады. Оны қолын тіке бетеді да, қараңыз. Бесікке салып қояды. Ана тартылып тұрған бұлшығы жиырылады да, бала содан да мазасызданып жылайды. Оны бесіктер бетеді, әлі, ұйықтай қойшы бөпешім, неғып ұйықтамай атсын. Қалай неғып ұйықтамайсың? Тонысын тартып атсың осы. Бұлшық етін бос ұстау керек ол кезде, бесікке қатты салмау керек ләжі барынша. Бұлшық еті қатты жиырылып тұрған кезде. Көрдіңіз ғой, осы жағдайларда мазасызданып жылауы мүмкін. Және де балада басында қандай да бір ақау болса, басында черепное давление, гипертонустың ауыр түрінде жаңа айтқан, гипоксияның ауыр түрінде ишемия деген, сол кезде мазасызданып жылайды. Еріндері дірілдейді, көгеріп кетеді атауы. Сосын артқап шалқақтап жылайды. Черепное давление кезде. Ол кезде бесікке салуға болмайды. Сосын кейбір балдарда жаңа айтқандай, басында су болуы мүмкін, гипоксиясы болуы мүмкін ауыр түрде, баланы жерге тастайды. Баланы жерге тастайсың ғой. Сол кезде өз қолынан өзі шошиды кейбіреулер. Көрдіңіз ғой, басын қарату керек. Невропатолог, педиатрға барып дәрігерге қарату керек. Және де ол балада шөтегінің ұшына аппақ тұз жиналып қалады. Содан да бала мазасызданып жылайды. Не только жылайды, температура беруі мүмкін одан. Шөтегінің ұшын жайлап ашып қарайсыздар, қатты әкенсіз ашып жібермейсіз. Жай ашып көрсеңіз аппақ тұз болады. Бәрінде болмайды. Жалпы кейбіреулерде болады. Памперспен көп жүрсе, сідікпен көп жүріп қалса, содан жиналады аппақ. Оны марганцовкамен тазалап жуып тұру керек. Оны хирургқа апарып, өзіңіз істемесеңіз, хирургқа апарсаңыз поликлиникаға тазалап береді. Бала сүтке тоймаса да мазасызданып жылайды.
сіздің сүтіңіз құнарсыз болуы мүмкін. Бала тоймайды емшектегі сүтке. Ондай жағдайда қосымша беру керек. Емізіп жатырмын, біреулер ембей жылайды. Және де тісі шығып жатқан кезде де мазасызданып жылайды бала. Тісі енді жарып шығады, аппақ болып бүйтіп ашып көрсеңіздер, кәдімгі жоғарылары бар ғой, ағарып тұрады. Уже жарып шығамай жатыр да анау. В общем, тіс шығайын деп жатқан кезде мазасызданып жылайды, түсіндіңіз ғой да? Жалпы көбінесе бала осы жағдайларда мазасызданып жылайды. Егер видео пайдалы болған болса, достар, лайк басайық, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз, осы видеоны жіберіңіз, жаңадан босанғандар біліп жүрсін.